Билл Гейтс Forbes журналы бойынша әлемдегі ең бай адамдардың бірі болып табылады. Бүгінгі видеода оның жетістікке жету жолын айтатын боламыз. Билл Гейтс 1995 жылы 28 қазанда Сиэтл қаласында дүниеге келді. Ол өз мақсатына қажырлы еңбекпен жете білді. Ақылыңызды қолдана білсеңіз мақсатыңызға жете аласыз деп санайды Билл Гейтс. Ол бала кезінен ақ бәсекеге қабілетті және ақылды болды. Бұл қасиеттер оған таңдаған мамандығы бойынша үлкен дәрежелерге жетуге көмектесті. Сонымен қатар оның достары мен мұғалімдері Биллді студенттер арасында ең ақылды бала деп санады. Биллдің ата-анасы бұл қабілеттерін байқап, оны жекеменшік мектепке ауыстырды. Бұл Билл Гейтстің өміріндегі ең маңызды шешім болды. Себебі ол компьютермен алғаш танысқан болатын. Билл Гейтс және оның достары компьютерге қатты қызығушылық танытып, 1968 жылдың соңында Programmers Group тобын құрған болатын. Осы топта бола отырып, олар Вашингтон университетіндегі компьютерлік шеберліктерін қолданудың жаңа әдісін тапты. Келесі жылы олар Information Science компаниясында программист қызметін атқарып жүрді. Содан соң Билл Гейтс және оның жақын досы Аллен өздерінің жаңа Trafo Data компаниясын құрған болатын. Олар трафик ағынын өлшейтін жаңа компьютерлерді ойлап тапты. Осы жобадан олар шамамен 20.000 ақш доллар пайда көрді. Trafo Data компаниясының дәуірі Гейтс колледжден кеткен кезде аяқталды. Лейксайдтағы колледжді бітіргеннен кейін 1973 жылы Гарвард университетіне түскен болатын. Алайда ол онда не істерін білмеді. Ол Гарвардтағы ең қиын математика курстарын өтіп, онда жақсы нәтиже көрсетті. Алайда оны бұл сала қызықтырмады. Ол көбіне түндерді мектеп компьютерінің алдында өткізіп, келесі күнді сабақ үстінде ұйықтайтын. Содан соң Билл Гейтс және Пол Аллен бір-бірінен алыс қашықта болса да, тығыз байланыста болды. Олар болашақ жобаларға арналған жаңа идеяларды және бір күні бизнес бастау мүмкіндігін талқылайтын. Оқу жылының аяғында Аллен олардың кейбір идеяларын жүзеге асыру үшін Билл тұрып жатқан қалаға жақындады. Сол жазда олар Honeyfield компаниясына орналасты. Досы Аллен Биллді жаңа бағдарламалық жасақтама ашуға итермелей берді. Осылайша бір жылдан соң Билл Гейтс Гарвардтан бас тартты. Содан кейін ол Microsoft корпорациясын құрды. Microsoft'тың көзқарасы әр үстелді компьютер және әр компьютерде Microsoft бағдарламалық жасақтамасы. Билл өте көреген адам. Ол өз қалағанына қол жеткізу үшін көп жұмыс жасады. Оның еңбек сүйгіштігі оны осы жағдайға жеткізді. Қазіргі кезде бәсекелестерінен біршама саты жоғары тұр. Сонымен қатар ол аз дамыған аймақтарды қаржыландырумен айналысады. Бірнеше жыл бұрын ол Чикагодағы Эйнштейн бастауыш мектебіне барып, ондағы мектептер мен мұражайларға гранттар жариялап, оған жалпы құны 110.000 ақш долларын, бірнеше компьютер сыйға тартты және бірқатар мектептерге интернет байланысын орнатып берді. Екіншіден, Билл Гейтс Стэнфорд университетінде компьютерлік институт салуға 38 миллион доллар жұмсады. Осылайша Билл Гейтс әлемдегі ең бай адамдардың қатарына енген болатын.